Dұрыс қой балалар, иә? Жарайсыңдар. Енді жантас не істеді? Бірінші. Сабаққа дайындалмай келді. Өтірік айтты. Иә? Ол дайындалмай келгенде мойындаған жоқ қой. Өтірік айтты. Екінші? Екілік алды. Жоқ. Қысқы кеш өлеңін жаттамады. Қате кетті, иә? Қысқы өлеңін жаттамады. Енді жаттамаған бала не істеді? Үшінші? Екілік алды. Бір мен тапсырмамыз дұрыс емес, иә? Отыра қойды. Құса балалар, бізде бірінші топтың тапсырмасы қалды. Тақтаға келе қойдар. Дайын шығарсыңдар деп ойлаймын. Сендерді қандай еді? Сырт келбеті. Қожаның келбеті қандай екен? Ал. Қожа, мұнда тәңір шашы қазды, қара шашы тікенек тәрізді басы құрмаған. Жантас тұрғандай келбеті. Қоңыр көзді, Қоңыр көзді, көлдек ерінді дейді. Енді сендер кейіпкерге қандай баға бересіңдер? Қожа, жақсы, әділ, сенгіш, оқушы, жантас, оқу, өтірікші, қызғаншақ, оқушы. Салғанды жасы көреді дейді. Отыра қойыңдар. Қазір өздерінің берген жауаптарында дұрыс жауаппен салыстырамыз. Сырт келбеті, мына бірінші топ айтты, тәмпіш танау, домалақ басты, шашы тікендей өте қайратты деді. Ал жантас қандай екен? Қоңыр көзді, көлдей ерінді, адамға жымия қарайды екен. Мінезін қай топ айтты? Қожаның тобы, иә? Қожаның тобы айтты. Не деп айттыңызсыңдар? Ақ көңіл дедіңдер, иә? Жарайды, қараңдар. Аңғал, адал, сенгіш, қайсар, батыл екен дұрысы. Қу, кім жантасқанда? Үшінші жанардың тобы не деп айтты? Балыққа барды деп дұрыс екен, иә? Сабаққа дайынсыз келді деді, қатты ұялды өзіне берді. Жарайсыңдар, дұрыс екен, иә? Ал жантас не істепті? Біріншіден өтірік айтты мұғалімді алдады, иә? Анфиса Михайловнаны қысқы кеш өлеңін жаттамады, және де жаттамаған үшін екілік алды. Енді біз кейіпкерге берілетін баға қандай баға береміз? Қожа тәртіпсіздікті әдейі жасамайды, аңғалдықпен, бағалықпен жасап, кейін істеп жүреді, өкініп жүреді, өте намысқой, әділ оқушы. Жантас қандай бала? Өте зымиян, қу бала, оның бойында күншілдік, қызғаншақтық басым, іші тар, екі адамның арасына от шыққанды, жаныңдағанды жақсы көреді дейді. Балалар, енді біздің қазіргі тапсырмамыз қазіргі өмірден көріс табу өз сөзбен талдаңыз дейді. Шығармада менің атым Қожа Бекбайтқан екен, иә? Үзінді бар ғой? Естеріңе түсіңдер. Менің ендігі бір үміт артқаным қоңырауым болды. Шіркін-ай, сол сыңғырлап қоя берсе жаным қалар еді-ау. Келесі жолы қысқы кешті қатырып жаттап келіп бірінші болып айтар едім. Кімнің сөзі? Қожаның сөзі. Яғни қазіргі заманда қожа сияқты балалар бар ма? Бар, иә? Бар ғой. Егер де сендер де қожа ұқсап бір себеппен жаттамай келсеңдер, не істер едіңдер? Дискрипторы балалар кейіпкердің әрекетін анықтайды, шығарма кеткен әрекетін қазіргі өмірмен салыстырып бағалайды. Кім айтады? Өз сөзімен. Тамин айта қойшы. Біз сөйлеген және мұғалімнен кешірім сұраймыз. Ұялу керек, дұрыс айтасың, Тамина. Біз өкінуіміз керек, оқымай дегенімізді. Қуанбаймыз оған. Келесі жол қайталамаймыз, иә? Не істейсіңіз мұғаліммен? Мұғалімнен кешірім сұраймыз. Кешірім сұрайсың, содан кейін? Екінші қайталамайды деп айтамын. Келесі жолы міндетті түрде келесіңдер. Жарайсыңдар. Сол кезде балалар біз жақсы оқушы болады екенбіз, иә? Қимал жауапқа қарайтын болса, қазіргі уақытта да сабаққа әртүрлі себеппен дайындалмай келетін оқушылар бар. Ондай кезде оқушы қол көтеріп, сабаққа дайындалмай келген себебін айтып, мұғалімнен кешірім сұрап, енді қайталамауға уәде береді. Мына ықтимал жауап Таминаның жауабымен сәйкес келіп тұр, иә? Жарайсың, Тамина. Балалар, енді
жаздым деп әрқайсысын жазасыңдар. Бұның дискриптері ойларыңды дұрыс жеткізе білесіңдер, қатесіз жазасыңдар, өзін қожаның орнына қоя біледі. Және де бұның балы 3 бал. Ал балалар, бізге берілген уақыт бітті. Кім бітті? Кім жазып бітті? Амина оқыңыз. Егер мен қожа болсам, жартасын қыдырман мінезіне бой алдырмай сабақты жақсы оқыр едім. Мұғалімдер мен анамның сенімін ақтауға тырысып, тәртібімді түзетер едім. Сұлтанның істеріне ермей, оны да дұрыс жолға салар едім. Жарайсың, отыра ғой. Тағы оқиды. Жасмина оқыңыз. Егер мен қожа болсам, қожа сияқты мені кейде ойланбай сөйлеп, достарымды ренжітіп алатын едім. Бірақ мен оның қатесін қайталамаймын. Әр ісіме жауапкершілікпен қарайтын едім. Мұғалімнің сөзін бөлмей, сабақты мұқият тыңдайтын едім. Өйткені білім болашақтың кілті екенін түсінемін. Жақсы, бірақ қожақша ойланбай, әдепсіздікке баруға болмайды, иә? Егер де барып қоятын болса, кешірім сұрап, келесі жолы қайталауға тырысу керек. Балалар, үйге бізге қожаға хат жазамыз, иә? Әрқайсың жеке үйге үй жұмысы қожаға хат жазасыңдар. Енді сабақты аяқтамас бұрын, балалар, домбырада жаңа бердім ғой. Кім қанша бал жинаған айтыңызшы? Кім қанша бал жинады? Амина, қанша бал болды? Жарайсың. Нұртөре, сенде қанша бал болды? 8 бал. Жарайсың. Жақсы. Жәнеке, сенде қанша бал болды? Жақсы. Амина, сенде қанша бал болды? 8 бал. Жақсы. Әділ? 7 бал болды. Жақсы. Балалар, бүгінгі сабаққа қатысқандарына рахмет. Келесі жолы белсендірек боламыз. Енді біз бүгінгі мен сендердің сабақтарыңды түсінбегендеріңді білу үшін рефлексия жасаймыз. Яғни бізге қожаның апасы келіпті, әжесі. Сол құрт алып келген. Егер де сендер сабақты түсіндім десеңдер, мына жерде құртты мынаған саламыз. Егер де маған сұрақтарың болатын болса, мына екінші әженің құртын аламыз. Ал егер де түсінбедім десеңдер, үшінші әженің құртын аламыз. Келіңдер. Келіңдер. Жылдан. Тәмина, саған сабақ түсінікті болды ма? Жарайсың. Келді, иә, құрты? Сұрағы бар екен, иә? Ал түсіндім деген әженің құрты балалар азайып қалды. Яғни барлықтарын сабақты түсінген.